Медициналық препараттар кімнің бақылауында, әлде үлкен олигархтардың бақылауында деген пікірлерді естиміз. СК фармацияның жұмысы ашық емес. Неге біз шетелдің компанияларысын қарқып байғыламыз? Неге біз өзіміздің байғылмаймыз? Неге біз өзіміздің өндірісті байғыламыз да одан кейін оны жек көре бастаймыз? Жемқорлыққа тәуекел дейді, коррупционный риски, оның бар екенін көріп отырмын. Барлық неде жасырып отыр, көрсетпей отыр. Қандай да бір ескертулер болып жатыр ма, ол жаққан жоқ па? Алып қоймыз емес, зиян тиеді. Ол тиіп отыр. Мен көріп отырмын, кейбір жақтарда көріп отырмын, оны істеп жатқандығымды да білемін. Неге біз мемлекеттік бюджеттің есебінен, неге біз басқа елдің экономикасын, басқа елдің кәсіпкерін көтеруіміз керек? Онда бізге басшының керегі не? Ал енді сол басшыны ұстап отқан үлкен басшы бар емес пе? КТЖ-ның бастығы, төрағасы. Ол неге ұстап отыр оны? Атом станциясы Ресеймен соғылатын болса, егер біз оны бізге жаңағы бір шантаж жасайтын болса да, басқа мемлекеттер айтпаймын, онда керек не бұндай станцияны? Мен жеке ойымды, референдумда дауыс бермей-ақ осыны шешім қабылдайтын нәрсе. Бәрін мойындап отырса, істеймін деп отырса, мен тек қана ол кісі емес, Қайрат Сатыбалды өтсіз ғой, басқаларын да шығарармын. Менің ойым. Бұл Абай Лайф YouTube арнасы. Бізден бірге болыңыз, каналға жазылыңыз, ой пікір қосып отырыңыз. Мынау жаңа сессия басталғаннан кейін, жаңа саяси маусым басталғаннан кейін депутаттардың барлығы жұмысқа қайта кірісті. Біз осы мүмкіндікті пайдаланып, бүгінгі студиямызға қонаққа мәжіліс депутаты Болатбек Нәжмединұлын шақырдық. Болатбек, қош келдіңіз. Екеуміз бір жылдан астам уақыт бұрын сұхбаттасып едік. Одан кейін біраз өзгерістер болды. Мәжілісте біраз заң жобаларына араластыңыз, біраз сын айттыңыз десек те болады. Енді шын мәнінде ашық пікір білдіріп жүрген азаматтардың бірісіз. Соны да бүгінде ешқандай бүкпесіз айтып береді деген бір оймен шақырып отырмыз өзіңізді. Енді жаз өтті, сессия кеше ғана басталды. Менің енді әлеуметтік желіден естіп көріп білетін емделіп жүр екенсіз. Иә, мынау енді әр азаматпыз, әр азаматтың, азаматшаның өзінің денсаулығына байланысты әрқайсысында тетігі, кемшілігі болады ғой енді. Кезекті медициналық осмотр дейді, соны қараған кезде жүректе кішкене отклонение бар деп сондай бір баға берген. Сол баға берген кезде осы сіздердің ғимараттарыңыз қасында бір осы жерде кардиология орталығы бар. Сол кардиолог орталығына барып көрініп, сол жерде шілде айында ота жасаттым. Иә, рас. Жасатудың алдында көп толғандым, ойландым. Жүре берсем де болады. 5 жыл жүрем ба, 10 жыл жүрем ба, 5 күн жүрем ба? Белгісіз, бірақ олардың жаңағы берген ұсыныс бойынша рекомендация дейді ғой, сол несі байланысты мынаны созбау керек деп айтты. Сонымен мен енді жағдайым бар азаматпын, қаяқта жасасам да шамам келеді. Ойланып толғанып, мынау Европамен хабарластық, одан мынау Ресей жанымызда, солардың клиникамен хабарластық, соның өзіміздің мынау мамандармен көрдік, қаншалықты деңгейі төмен, жоғары. Байқағаным біздің мынау кардиология деңгейі біздің басқа көптеген жанымыздағы мемлекеттерден жоғары кетіп қалған. Практикасы, тәжірибесі, мен енді сол жаңағы айтып ғой Ресейден сразу крест қойдым, жасамайтын болдым. Европамен кішкене салыстырсам, екеуінің методикасы бір, екеуінің бағдарламасы, программалары бәрі бірдей. Сондықтан осы жерде бел буып, осы жерде ота жасатып, мына алдарыңызда отырмын. Менің осы сіздердің нені айта отырып, осы біздің медициналық қызметтерге, осы именно осы салада жұмыс істейтін бәріне мен ырзашылығымды, рахметімді айтамын. Ал енді былай салаға келетін болсақ, менің бір байқағаным, мынау кардио орталығында өзіміздің азаматтар, қазақ сөйлейтін азаматтарымыз көбейіпті. Баяғыда емес, кететін кетіп, қалатын қалып, енді өзінің нығыз кәдімгі керемет ұжымы пайда болыпты. Осы ұжым бүкіл мынау Қазақстандағы кардио орталықтары бір-екеу ғана бар. Және мынау бүкіл мынау еліміздегі облыстағы ауруханалар, емханалар бәрін түгіл, солардың жұмысын бәрін бақылап отқан сондай орталық қойып әдемі кереметтеп отырыпты. Бірақ енді кемшілігі де бар. Бұл қаржының аздығы, және мысалы бізге сол біздің осы бас кардиолог Махаббат Сансызбаева деген бір, Махаббат Сансызбаевна, сол кісінің айтуынша бізде 9000 кардиолог болу керек екен. Бірақ бәрі жоқ 400 жетпейді саны. Ал енді кейбір емханалардың болмаса орталықтардың осы жүрекке не алатын санның төмендігі. Мысалы мен енді өзім шыққан жерім Шымкент қой. Шымкент пен Түркістан облысы жанында Қызылорда қатты ауруларды санавиация деген біледі ғой. Соны осы жерге алып келеді екен қиын қыстау кезінде. Ал енді соны алып келмес үшін, шығынын көбеймес үшін, және мынау ең бастысы азаматтың аман-есен алып қалу үшін, шұғыл тез арада жаңағы денсаулық көмегін жаңағы бірінші кезекті
көмек көрсету керек медициналық. Ауыл жаңағы ортада жетсеміз дегенше, транспортпен жетсеміз, барып алып келеміз, үйтеміз дегенше, ол ана адамның тағдыры үзіліп кетуі мүмкін. Сондай жағдайлар кезінде бізде енді менің байқағаным, мынау біздегі мынау оңтүстікте бір орталық осындай керек екен. Осы орталық бойынша мен жұмыс істесем дегенім бар. Ал енді мен тағы да айта кетейін, отадан кейін өзім жақсы жұмысқа дайынмын. Каникулға шықтық, отамызға операция жасадық, халықпен кездесіп, енді қайта жұмысқа шықтық. Осы бастап. Аяқ алыс, жүрек қағыс дұрыс деп жатырсыз. Қазақстанда принципиалды түрде емделесіз бе, әлде бізде жағдайы бар азаматтар өзіңіз айтпақшы, өздері сенбейді, бірақ өздері сол мәселеге келген кезде мен көтеру керек қой бәрін. Басында сенбегенім рас. Бірақ жаңа ана жерде күтімге жаттым ғой. Бір апта жатқан кезде салмаққа салдым. Енді мен ойлаймай, мен деңгейім, білімім төмендеп, бірақ бәрібір медицина саласында менің деңгейім төмен. Бірақ тыңдайсың, ана маманның сөзін тыңдайсың, ана маманның бағасын көресің. Сөйтіп отырып, осы шетелде емес, осы жерде осы ота жасау бойынша бел будым. Енді ол менің өмірім. Өзім шешем. Қай жер жақсы, қай жерде дұрыс істеу керек екен, дұрыс па? Сондай шешім қабылдағаным мына біздің өзіміздің дәрігерлерге сенгенім. Иә, жалпы былай қарайтын болсаңыз, барлық оталардың бәрін бұл жерде істемеуіне мен баға бере алмаймын, өйткені мен басыма түскен нәрсені айтып отырмын қазір. Ал енді кейбір жағдай бар азаматтар осында шетелге барып емделетіні бар. Иә, ол рас. Мен ойлаймын, біз өзіміздің медицинаны қайтадан қалыпқа келтіру керек, тұрғызу керек аяғынан. Қайтадан қалып дегенде дұрыс емес шығар, өйткені бізде ол медицина сол баяғы кеңес одағынан қалып кеткен мәселе ғой. Негізі жаңа аяғынан тұрғызып, жаңа саланы осы аяғынан көтеру бойынша өте көптеген жұмыстар істеліп жатыр. Оның қаншалықты тиімді, тиімсіз екенін мен енді көзім жетті. Мынау біздің қасымыздағы осы кардиология орталығының жұмысының өзі өте деңгейі биік, бірақ адамның аздығы, біздің халықтың санына шаққанда мамандардың төмендігі және қаржының аз бөлініп жатқаны. Негізі салаға көп келіп жатқан шығар, бірақ осы жүрекке арналатын қаржының төмендігін мен қазір байқап отырмын, көріп отырмын. Медицина саласын енді мәжілісте көтермей жүрген жоқсыз, айтып жүрсіз, депутаттық сауалдарыңыз да болды. Оның ішінде медициналық препараттардың келуі, ондағы кемшіліктер, СК Фармация компаниясын сынадыңыз. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Қазіргі уақытта бізде медицина саласы, медициналық препараттар кімнің бақылауында, әлде үлкен олигархтардың бақылауында деген пікірлерді естиміз. Негізі ондай ой бар. Жақында осы СК Фармация бойынша жаз айында бір үлкен мәліметтер шықты. Былай қарасаңыз, СК Фармацияның жұмысы ашық емес. Ашық болу керек. Негізі оны құрылған кезде басында оларға статус берген, офтейк деп. Яғни конкурссыз алып, алдына тапсырыспен жергілікті бірінші көзқарас, бірінші кезекте приоритет бұл жергілікті осы медициналық препараттарды, медициналық құралдарды, медициналық жаңағы расходный материал дейді ғой, соның бәрін шығаратынға көзқарасын болған. Қаншалықты ол жұмыс істеп жатыр? Менің көзқарасым өте теріс. Мен байқап отырмын. Естеріңізде болса, мынау Қарағандыда бір орталық ашты ғой. Пандемия кезінде. Спутникті сорда құя бастады. Қалай құйды? Бочкамен әкелді, жаңағы кішкентай дозаға деп халыққа таратып жатады да, қазақстандық болып шыға келді. Сол мысалы орталық мысалы қазір СК Фармацияда менің естуімше, білуімше, жаңа офтейк контрактпен істеп отыр. Ал енді 100% өзінің шығарып жатқан өнімі, ол жаңа медициналық препараттардың басқасы осында, қаншалықты оның қазақстандікі. Менің естуімше, әлі біз оны сырттан әкеліп жатырмыз, бірақ сыртына қазақша, қазақтікі деп сондай этикетке жабыстырып жатырмыз. Ал енді басқаларында қандай? Басқа тек қана ол Қарағанды емес, басқаларда өздерінің міндеттерін орындады ма, орындаған жоқ па? Мысалы 100 компания дейік. 100 компания бізде жаңағы дәрілерді беріп жатыр. 100 компания жаңағы құрал жабдықты істеп жатыр. Соның ішінде да. И соның ішінде жаңағы расходный материал. Салфеткің бар, жаңағы басқа нәрселерің бар, дұрыс па? Материалдарың бар. Мысалы қалаттары бар, несің бар, қаяқтан көрсетсін. Мысалы мен қайта анау біздің ана текстильдік өндірісті қарап отырмын ғой. Иә. Мен солардың осы біздің текстильдік өндірістің ақ қалат тігіп жатқанын, сүлгісін, кішкентай сүлгісін, үлкен сүлгісін, мынау төсектің істеп жатқан кеше қазір КТЖ бойынша да айтармыз енді. Сонда төсек орынның бәрін түгел мен ол жерде бір біздің өндірістің қарық болып байып жатқанын көрмедім. Неге біз шетелдің компанияларысын қарық бай қыламыз? Неге біз өзіміздің бай қылмаймыз? Неге біз өзіміздің өндірісті бай қыламыз да одан кейін оны жек көре бастаймыз? Неге біз мүмкіндік береміз анау сырттан келген товарларды жаңағы посредниктер арқылы СТКЗ деп
штамп қойып жаңағы сертификат беріп мына қазақстандық деп береміз. Соны негізі бақылап отқан азаматтар, осыны басқарып отқан азаматтар, осыны әкімшілік администрирование дейді ғой, осының бәрі істеп жатқан адамдар білмейді емес, бәрі біледі. Бәрінің білімі жоғарғы, бәрінің деңгейі менен кем емес. Келіп мынау тұрған мына құтының қаяқтан шыққан, мынаның қаяқтан шыққан мысалды бәрін көріп отыр. Қаншалықты оның отандық екенін. Неге қарап отыр еді? Басқа көз бар. Басқа приоритет. Мысалы приоритет бізде не? Біздің қазақстандық өндірістердің деңгейін көтеру, біздің қазақтан мына бюджеттен шығып жатқан ақшаның Қазақстанның бюджетінен қалу. Кірісі, шығысы лаж болса көп көлемі бізде қалса екен дейміз. Оның бәрін 100% біз қазақстандық мынау тауарға келтіре алмаймыз. Ал енді мен 10 жылда соңғы 10 жылда мына СК формацияның жұмысының қаншалықты жетістігі бойынша мен әлі бірде бір қағаз дұрыс көрген жоқпын. Әншейін жаңағы қазақстандық істеп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деген өздерінің есептері бар. Оның жаңағы есеп қарайтын арнайы министрлік бар, арнайы премьер-министрдің орынбасары бар. Алады да қазақстандық дейді. Мен енді бір мысал келтірейін. Енді медициналық препарат дейді ғой, бізде арнайы бізде Казбиофарм деген завод бар. Иә. Білесіз ғой. Кеше анау Казвакт шығарған. Иә. Казвакты көріп отырсыздар, әлі тіркелген жоқ. Көресіздер ғой. Тіркеледі, әлі тіркелген жоқ. Мынау халықаралық. Неге тіркелмейді? Значит, бір какой-то регламенттен әлі дұрыс істемей жатыр. Либо басқа да тағы себептер бар шығар. Ал енді мынау кеше өзімнің депутаттық сауалымда оны айтарсыз, сұрайсыз ба, сұрамайсыз ба? Оның алдында көктем айында мен бір депутаттық сауал жолдағам. Мынау ветеринарлық салада мына мал емдейтін дәрі керек. Профилактика жасайтын мал керек. Дұрыс па? Яғни өндіреді деген мекемеге үкіметтің қаулысымен бір көзден берген, осыдан осы дәріні сатып аламыз деп осыған бүкіл 100% офтейк контрактке ұқсатып, бізде сатып алу заңы бар. Сатып алу заңында арнайы осындай конкурссыз бір көзден сатып алатын тізім бар. Сол тізімге нені қосып қойған. Сөйтіп сол тізіммен алынып жатқан мынау мал емдейтін, алдын алатын препараттар, вакциналар. Соның бәрін түгел бір мекеме беріп қойған. Ал мекеме оның бағасын 2,5-3 есе көтеріп қойған. Алдында ашық конкурспен 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін ашық конкурспен келіп жатқан нәрсені 23-тен бастап мынаны осыны біз бір көзден сатып алмасақ болмайды, өйткені бұл мемлекетке керек дейді ғой. Енді біз оның тиімділігін қараймыз керек қой. Мемлекетке не керек? Бізге танк те керек, самолет те керек, телефон да керек, дұрыс па? Бірақ оны біз енді жаппай мынау қазақстандық болсын деп жатқан жоқпыз. Сол сияқты шамасы келетін нәрсені біз өзіміз істеуіміз керек. Ал енді шамасы келмейтін нәрсені жаңағы бізде мынау квази сектор ғой. Жаңағы айтқан заводқа квази секторға соған беріп қойған. Ол не істейді? Ол алады да жаңағы 10 теңгеге сатып отқан дәріні 28 теңгеге сата бастайды. Және мына ауыл шаруашылық министрлігі өзінің бюджетіне 3 жылға сол 28 теңгеден қойып қояды. Ашық конкурстен оны 10 теңгеден төмен сатып алуға болады. Ал енді сол жерде қаншама қаржы кетіп жатыр, соны мен ойлаймын, мынау СК формацияның осы бір жүйесі. Дәрі-дәрмекті Қазақстанға жеткізуді кімдер бақылайды? Менің естіген бойынша бұған дейін берген сұхбат берген азаматтар, Құлбаевтар осы саланы бақылайды. Сол себепті тек солар ғана дәрі-дәрмек өнімдерін әкеле алады. Ешкім араласа алмайды дейді. Келесіз бе соған? Мен оны білмедім, өзім толық көзім жетпеген екен, оны мен қазір айта алмаймын. Сіздер зерттеп сауалдар жолдап жүрсіз. Неге солай деп? Сауал жолдаған кезде былай. Неге тек бір адамдар ғана алу керек? Бұл жерде тәуекел дейді ғой, жемқорлық тәуекел. Неге ол бір адамға қарай бөлген? Өйткені біздің мынау жүйеде заңның өзінің шығарған заңның астында ережелер білесіз ба? Сол жағдай жасап қойған. Біздің мақсатымыз қазір соның бәрін жау, тоқтатып, ол жерге тек қана бір азамат емес, бір олигарх емес, басқаның да несін ашу. Бірақ олигархтардың бақылауында екен осы салалардың барлығы, келісесіз ғой. Темір жол болсын, жаңағы дәрі-дәрмек болсын, мал дәрігерлік жаңағы өнімдері болсын. Мен енді былай ғой, егер байқасаңыз, мен бұрын заңгермін. Иә. Құқық қорғау орнында жұмыс істегенмін. Көзім жетпей, дәлелім болмай, мен оны айта алмаймын. Зерттедіңіз ба бірақ барлығын? Ол жағы зерттеген жоқпын, бірақ мынау тәуекел, жемқорлыққа тәуекел дейді, коррупционный рискіге, оның бар екенін көріп отырмын. Барлық неде жасырып отыр, көрсетпей отыр. Сондықтан біздің мақсатымыз сол тәуекелдердің бәрін азайту, көлемін. Көлемін азайтқан сайын, ашық болған сайын көрінеді. Сіз солай қатты зерттеп, ішіне кірген сайын сізге шектеулер, бір қандай да бір ескертулер болып жатыр ма, ол жаққан жоқ па? Осы жерден Болатбек Нәжімеденович, осы жерден ары қарай кетпей қойыңыз. Осы зерттегеніңіз, осы сауалдарыңыз жетеді. Не қыласыз, терең кете беріп бұл мәселелерге деген сияқты.
Мұндай бізде мысалдар болды ғой. Ол мен келгелі бері болып жатыр. Келгелі бері аяғыма жаңа шалады, келгелі бері жаңа мәлімет Сау келіп салам. тұрады, таныстар шығады, осысын сен ары қарай қозғамай қой, ары қарай бүйтпей қой деп, сосын жаңа менің бұрынғы істеген жұмыстарым бар ғой, Иә. кәсіпкерлігім. Соларды есіме сақып қояды. Сол жағынан қиналып қаласың ғой деп. Кейбір Кәсібіңді алып қоямыз дей ма? енді сонда кәсібімізді алып қоямыз демейді, кәсібіңе зиян тиеді дейді. Аха. Алып қоямыз емес, Иә, зиян зиян тиеді тиеді, дейді. аха. Ол тиіп жатыр. Мен көріп отырмын, кейбір жақтарда көріп отырмын, оны істеп жатқандығымды да білемін. Бірақ енді өзімнің ойыммен де. Бірақ сол қаншалықты мен дәлелім жоқ, бірақ менің мақсатым қазір істеп жатқан жұмысым мынау қоғамға көбірек тисе екен, өйткені мен жалғыз кәсібіммен елді құтқара алмаймын, елді көтере алмаймын. Мысалы мен баяғыда сізге айттым ғой, кіші деген бар. Иә. Мысалы мен завод или фабрика соқсам, сол жерде кіріп жатқан азаматтар, жұмыс істеп жатқан азаматтар. Кеше қаңтар оқиғасында, мысалы мен соққан заводта, бау-бақшада, жаңағы логистика компаниясында біреуі де көшеге шыққан жоқ. Неге? Тұрақты орны бар, жұмыс орны, тұрақты семьясы бар, жанұясы, тұрақты үй жағдайы бар. Ол кіші отан. Ол кіші отанын қорғап, сол жұмысына келіп отыр. Мен сондай нәрсені көбейтсем екен деймін. Ал ондай болу үшін біздің мынау кәсіпкерлердің санын көбейту керек, сондай завод, фабриканы көбейту керек. Сонда ғана не аламыз. Ал енді сені үйте салам, бүйте салам деп сондай не болады. Енді қыз балықпен мен де жауабын қайтарып жатамын. Қалай? Ары қарай одан самайын жаңағы жұмысты қыздырып, Иә. қайтпай осы бел буып жатқан жағдайым болады, бірақ тәуекел де көп. Тәуекел де көп. Бірақ енді мен енді мынау біздің мемлекет басшысының осы тағы да басқа азаматтардың көріп отыр ғой біздің жұмысымызды. Солар баға береді, солардың несісіз мен не аламайды. Сосын менің ең бір бастысы, мен бір мандаттық округтамын ғой. Мен тізіммен келген жоқпын, мен басқа нәрсемен келген жоқпын. Менің енді өзімнің сайлаушыларым бар ғой. Сайлаушылардың алдына барған, алған міндетім бар. Уәде бергенім бар кейбір жерлерде. Кеше барып келдік тағы да мынау тамыз айында, оның алдында қаңтар айында, оның алдында тамыз айында сайлау отқан кезде соларда берген мәселелерді мен приоритеттен алып тастап өзімнің мәселені алатын болсам, онда не боламыз, депутаттар? Сіз бір мандаттық округпен түстіңіз, бірақ Аманат партиясының атынан түстіңіз, иә? Иә. Ал егер сізді Аманат партиясынан қандай да бір себеппен шығарып жіберсе, сіз депутаттықтан кету керек боласыз, иә? Ол әлі ол емес па? Бұл жерде кішкене басқаша. Бұл тізім бойынша келетіндер, ол жаңағы егер шығарам десе, шығарып жібере салады. Қолдарында тұр. Да, бюроға салады да, салады. Ал енді мен бір мандаттық округтан болғаннан кейін ол жерге қайтадан сайлау өткізу керек болады. Сондықтан маған сенімсіздік көрсететін ол сайлаушылар. Сенімсіздік көрсететін, бірақ енді партияның бағыты бар, партияның өзінің тапсырмасы бар. Бағыттан кетпейміз. Қазіргі партияның өзінің қойып отқан бағыты басқаша. Егер ана алдындағы бағыттар мен қазіргі бағыттарды салыстырсаңыз, өте кейбір жерлерде радикально. Кейбір жерде өте сынды, критично. Даже керек болса біздің партия басшылары, фракция басшысы керек болса өз тілімен ана үкіметке жетпей тұрған нәрсені жеткізіп, сынды айтып, мен енді таңғалатыным, бізде енді қазір көп партия ғой. Көп партиялық мәжіліс қой. Енді жаңағы Алтаудың ішінде дауысы қатты шығатын біздің Аманаттың дауысы отыр. Мен баяғыда ойлайсыз солай, иә? мен ойлаймын емес, сондай. Жоқ, көп болғанмен ол мамандығына да байланысты ғой. Деңгейіне байланысты, кәсіби жағдайына байланысты. Енді бір жағы дұрыс емес, көптігі бар, бірақ былай қорғап жатпайды. Істеліп жатқан жұмыстарға кемшілік дейді, жақсы болса жақсы дейді. Бірақ бұл енді компромисс қой. Бүгін айтып, ертең дұрыстап жатса, неге біз оны жерге тыға беруіміз керек? Істеліп жатқан жұмыстар дұрыс па? Көзін ашып, бағытын қойып жатса. Қысқасы сізді аяқтан шалып жатқандар, шалғысы келетіндер көбейіп жатыр. Аз емес. Аз емес. Бар ішінде бір 5-6 бар. Осы жаңағы жүйелік есебінде отырып алған. Ол бірақ енді оны өзім білем. Олардың кемшілігін білем. Соттасатын жерде соттасасыз. Ол енді сіз жаңағы блогерлерді айтасыз ғой. Енді блогерлер жалғыз өзі емес, олардың артында, яғни иә, ондай бар. ғой. Ол ондайда бізде уже не болған, жаңағы мысал болған. Ондай жағдай. Мен бірақ енді өзіме ар-намысыма тиетін жағдай болса, мен тоқтамаймын. Тоқтамаймын. Алдымызда жетіп аламыз да, көйлегімізді. Сол өзіміздің ар-намысымызды қорғауға тырысамыз. Ол жерде мен енді оны басымнан асырмаймын. Егер жұмыс жөнінде болмаса, менің өзім тәрбием жөнінде сын түсіп жатса мақұл. Ал енді ар-намысқа тиетін, жаңағы жерге тығатын сондай нәрсе болатын болса, онда мен оны қорғанамын. Қорғанбақ түгіл жаңағы атыламын деген сөз ғой енді. Сол
Енді мынау жаңа медицина саласын, медициналық тауар жеткізуді айттық. Темір жолды да осы жақында қозғаған мәселелеріңіздің бірі Қазақстан темір жолы акционерлік қоғам басшыларын шақырып алып, ол жерде де отандық өнім емес сендердің тауарларың, мата өнімдері, басқа да өнімдерін айтып жатырсыз. Бұл сала неге осылай тоқырауға кетті? Әлде жаңағы айтқан бақылайтын олигархтар алатынның барлығын алып кетті дегенде мәселе айтылады. Ол да әлі толық қазір жаңа Қазақстанның бақылауында емес деген мәселе бар, жоқ емес. Сіз қалай ойлайсыз? Негізі бұны тек қана мына темір жол саласында емес, көлік логистика саласын айтайықшы. кеңірек қарау керек та, мына отандық өнімдер бойынша. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мынау тасымалдау, жолаушылар тасымалдау. Кеше біздің өзіміздің текстильный производство, өнеркәсіп деп та. Қарау керек. Негізі бізде темір жол бүгін болған жоқ қой. Ол кеңес одағынан кеткен нәрсе. Біздің енді қазақшалап айтатын болсақ, қанша қасақ бере жатырмыз. Мынау отандық өнім болсын, өнімнің ішіндегі біраз біздікі болсын, ондай болсын. Мысалы қараңыз, біз мақтаны өндіреміз оңтүстікте. Мақтаны өндіріп, мақтадан не істейміз? Мата істейміз. Матаны бояймыз, матаны оборот жасаймыз, матаны жібін істейміз, одан өнім тігеміз. Бұл жаңа қосымша добавленная стоимость дейді ғой. Қосымша баға ғой. Ал енді мен көріп отырмын, мен тек қана ол жерде емес, анау қорғаныс министрін бізге келді осы мәселе бойынша. Сол кезде мен айттым, сіздің үстіңізде генерал-лейтенант мырза киіміңізге Қазақстан киім. Мен бір солдатты көрген жоқпын, біздің Қазақстанның жаңағы киіміне, матасына тігілген форманы дедім. Айтыңыз дедім, қай солдатыңыз сіздің дедім осынша біздер. Жаңағы азамат айттық, бірінші Қазақстан деді, екінші уже арқасынан басқа арқасынан уже мойындай бастады. Маған ол Қазақстандікі бірінші приоритет емес, тамағы бірінші менің мақсатым деді. Енді ана өзіңді армия киім болу керек, тамақ дұрыс болу керек, тоқ болу керек, қару болу керек деді да, жаңа тақырыптан қашып кетті. Жаңағы үлкен шенді қорғаныс министрінің несі, жаңағы офицері. Үлкен шенді. Генерал. Сол жерде сол әңгіме былай ғой. Былай қарасаңыз, әртүрлі себептер, тех задание қойып қойған. Мына материал мынандай болу керек, мынандай болу керек. Ал енді біздің өнеркәсіпті қарайтын болсаң, сол материалмен тігіп бере алады. Кезінде альянс болған. 2019-ға дейін есіме шықпаса, сол альянс біреу түймесін, біреу жағасын, біреу көйлегін, біреу кителін, біреу шалбарын тігіп беріп отырған. Соның бәрі түгел отандық жаңағы өнім болып, мысалы біреу матасын шығарады, біреу тігеді, біреу түймесін шығарады, соның бәрі қосылып отқан. Сол схема жұмыс істеп тұрған. Қаржы соңында кімде қалады? Отандық өндірушіде және сорда жұмыс істеп жатқан азаматтардың айлығы. Дұрыс па? Сол схеманы біреу сындырды. Сындырды да өйтіп, бүйтіп, ұқит қалды да, басшақтан кім сындырды? Сол 19 жылы сындырған кім, мен білмедім. Сол жаңағы бірінші талап қоятын біздің қорғаныс министрлігі. Енді мен қазір көзім көріп отыр, біз Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Ресейден, Түркиядан, Қытайдан тасимыз. Неге біз мемлекеттік бюджеттің есебінен, неге біз басқа елдің экономикасын, басқа елдің кәсіпкерін көтеруіміз керек? Ол былай ғой, тірі организм ғой. Сен жаңағы отандық өндіруші салық төлейді ғой. Әлеуметтік салық төлейді, тағы салық төлейді, пенсия төлейді. Ол қаржы бізге салық болып келеді, сөйтіп қайтып шығады. Қайтып шығады да, ана отандық өнеркәсіптен қайтып алады. Бұл тірі организм өстіп айналып жүрген, дұрыс па? Біз оны аламыз да, кіргіземіз, салық қып, сөйтеміз де басқа жаққа шығарып жібереміз. Неге? Өйткені соны істеп отқан азаматтардың сол бірінші мақсаты ол емес те, Қазақстан емес. Сондықтан сіздер байқасаңыздар, кеше бізде үкіметтің басшысы ауысты. Бектеніп келді да, бұрды да, мына Қазақстандық деп. Мен байқап отырмын, жаңағы формаға да, жаңағы қаруға да, машиналарға да, тағы да басқа нәрселерге көзқарас тез өзгеріп шыға келді. Бектеновтің астындағы азаматтар бәрі бұрынғы жалау емес, Қазақстандық болсын деп. Уже жаңа отандық өндірушілермен кездесе бастады. Сонда мен Бектеновті күтіп отырмын бәрі. Қалай бұл? Неге соның алдында істемеді соны? Жаңағы сіз айтып отырсыз КТЖ не? Олардың сұрақ қойды. Бізге келді алдымызға комитеттің отырысына. Сонда КТЖ-ның жолаушылар тасымалдау өзінің акционерлік қоғамы бар. Пассажирский перевоз дейді. АО пассажирский перевоз дейді. Сұрадым, қанша сізде отандық өнімнің алып жатқан, мынау сіздің сүлгіңіз, простыняңыз, наволочкаңыз, қанша өтсем 70% дейді. Еще раз, какой составляет доля из всего 100%? За 23 год уровень предъявлялся порядка 60%. Я вам не верю.
Требования. Вот официально заявляю, я вам не верю. Мен оның жалған айтып отқан көзім жетіп отыр. Маған осыны қағаз жүзінде мәлімет есебінде беріңізші дедім. Алдым. Ішінде қазақстандық өндірушілер қойып қойған, оларға бердім, олар айтады, біз берген жоқпыз дейді. Көзімізді мынау ғимаратта, менің ғимаратында, мәжілістің ғимаратында бізде өзі арнайы заң бар, парламент және депутаттардың статусы туралы. Сол жерде өзі әр жаңағы депутаттардың артықшылықтары жаңағы. қандай кезде қандай мәлімет берген кезде оған жалған мәлімет бермеу туралы сондай жауапкершілік көрсетілген. Ана азамат бүкіл өмір бойы жаңағы неде істеген, мемлекеттік қызметте, комитетте, транспортта істеген, қазір КТЖ-ның жаңағы АО пассажирский перевозкың бастығы. Маған сонда жұрттың көзінің бәріне 70% қазақстандық кейіннен берген мәліметінде тағы да қазақстандық деп берді. Мен оны жаңа кімге бердім? Біздің отандық жаңа осы шығарады деген, ана Абайдағы фабрикаға бердім. И Шымкенттегі анау азала текстиль бердім. Мына беріп жатқан мәлімет өтірік дейді, жалған дейді. Сөзсіз ғой. Аналардың материалын сатып алдым деп отыр. Ана саттым деген жаңа айтқан азаматтар сатқан жоқпыз ондай нәрсені деп отыр. Сондықтан бізді біріншіден мына азамат жалған айтып отыр мәжілісмендерге. Және өзінің жоғарғы кім бар? Отчет беретін. Ол самұрық қазынасы бар және транспорт министрі бар. Соларға да осы мәлімет жазып беріп отыр. Онда бізге басшының керегі не? Ал енді сол басшыны ұстап отқан үлкен басшы бар емес пе? КТЖ-ның бастығы, төрағасы. Ол неге ұстап отыр оны? Олардың айтатыны біз неге кейтерингке бере саламыз дейді. Тамақты, төсекті, жуаты бар, несі бар дейді. А сен неге сораға не қойып қоймайсың? Талап қойып қоймайсың? Мына тамақ жесе, қазақтың шыққан тамағын жесін. Мына төсек шықса, біздің мақтамыздан шыққан өндіріс. Кезінде оңтүстікте кластер болған, мақта кластері. Арнайы экономикалық өңір ашылған, зона дейді ғой. Ашылған, сонда сол мақта шыққан мақтадан қалай өндіреді, тұқымына дейін қалай өндіреді, қалай жинайды, оны әкеп переработка жасайды, одан шыққан өнімді жаңағы сүлгі жасайды, толық цикл. Толық цикл деп қойған. Жоқ сол цикл. Шашып жіберді. Сол шашып жіберген азаматтардың біраз әлі отыр, еш әкетіп қойған жоқ. Шашып жіберген. И жаңағы КТЖ-ның өзінің пример есебінде, мысал есебінде көрініп отыр, көз бояушылық компаниясы ұтқан. Бірақ оған да қазір тасымал беріп, жаңағы беттеп кегел беріп, премьер-министр тасымал беріп, осыны жаңағы отандық өнімнің үлесін көбейтіп отыр. Сіздерге енді өтірік айтқан, көзіңізді бақырайтып қойып, теміржол басшылары қандай жауапкершілікке тартылуы керек? Өкінішке орай, мынау бүгінгі таңда КТЖ-ның басшылары ол енді бізге былай қарасаңыз мәжілістің деңгейінде осының бәрін түгел мынау сіздерге біз дұрыс айтпадық, дұрыс емес мәлімет беріп деген ешқайсысы келген жоқ. Біз оны өзіміз шығарып отырмыз, өзіміз ақтарып отырмыз, өзіміз қарап отырмыз. Бірақ енді білмеймін, мына мысалы КТЖ-ның бастығы мына жерде ертең оқиды ғой, көреді ғой, дұрыс па сіздің? Сауранбаев қой, иә, көреді ғой. Егер менің сөзім бұрыс болса, дұрыс болмаса, мен кешірім сұраймын ол кісіден. Иә. Ал егер менің сөзім дұрыс болса, ол кісі шара көру керек еді, сол өзінің қарамағындағы жаңағы ненің де басқарманың бастығына, дұрыс па, дұрыс емес па? Иә. Мен ойлаймын, шара көрмегені себебі, значит, оның ана азаматтың деңгейі басқа жақта көп шығар. Ол көбірек шығар. Ықпалды шығар дейсіз ба? Ықпалды шығар. Болмаса осы темір жолға жаңағы жолаушы тасымалдау саласы бар емес па? Иә. Оған өткізіп жатқан еңбегі артық шығар. Жаңа мен айтқан нәрседен. Сондықтан олар ойлап отқан шығар, мәжілісмендердің қабырғасында отырып жалған мәлімет үшін мен оны жауапқа тартпаймын. Өйткені оның деңгейі өте жоғары, өйткені ол маған өте құнды, керемет, деңгейі биік мемлекеттің мүддесін қорғап отқан азамат деп отырған шығар. Нұрлан Сауранбаев деген кім ол? Неге мәжіліске келмейді деп Еділ Жаңбыршинде сұрақ тастап еді ғой. Одан кейін көрмедіңіздер ме? Бір ретте президент КТЖ-ның елмен барып кездескен жоқ. Теміржолшылармен кездескен жоқ. Олардың мәселесі тыңдаған жоқ. Қаншама ереуілдер болып жатыр. Біреуіне де барған жоқ. Не алған адам ол? Кім соншама ол? Депутаттан осы жерден мықты ма ол соншама? Мен оны ертеңі көрдім президенттің алдында. Сосын келмеген күні ол Қытайда якобы болды, енді күні президенттің. Ол енді мен байқап отырмын, бұл азаматтың өзі білер қаншалықты. Бірақ бұл үкіметтік сағат алдын ала белгілеп қойған нәрсе. Бір ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай бұрын, дұрыс па? Жоспарға қойылған нәрсе. Ал енді өзі бір жаққа жаңағы іссапармен кетіп баратса, соған қарап не алу керек. Өйткені именно осы өзінің саласы бойынша сұрақ туындайтынын біліп, мен ойлаймын, бұл азамат қашып кетті деп. Басқаша қандай айта аласыз?
Иә, сондай болды. Өйткені ыңғайсыз сұрақтар қояды. Ыңғайсыз сұрақтарға жауап бергісі келмейді. ыңғайсыз сұрақтардан қашатын министрлер дәл қазірге отырған кімдер тағы Ал енді келбейтін, сіздерді менсінбейтін деп айтуға болмайтын шығар. Жаңа басында болған. Қазір бізде мынау қоян қолтық жұмыс істеп жатырмыз. Ол жерде тек қана комитеттің төрағалары емес, министрдің орынбасарлары емес, министрлердің өзі емес. Бізде мақсат былай ғой, бәріміздің мақсатымыз бір. Елді дамыту, елдің деңгейін көтеру, әл-ауқатын дұрыстау, дұрыс па? Бірақ әртүрлі көзқарас қалай көтеретін. Біздің көзқарасымыз басқаша, кәсіби жерден келген. Мысалы, менің енді мемлекеттік қызметте жұмыс істедім, и кәсіби жағында жұмыс істедім. Мен енді өзімнің ойым дұрыс сияқты болып тұрады. Бірақ енді дұрыс болғанда мен енді өзіме қойған жоспарыма, стратегиялық жоспарлардың бәрі түгел артынша болып жатады. Жарты жыл, бір жыл жаңағы болуы мүмкін, бірақ оның бәрін мен тәуекел деп, риск деп сондай қойып қойдым да, сол қойған мақсатыма өзім жетіп отырмын. Бірақ енді сондай мәселелерді айтқан кезде көптеген бізде мемлекеттік қызметте отырған, қайталап айтайын, ол азаматтар елдің деңгейін көтерсе дейді. Бірақ кішкене кабинеттен шыққаннан кейін, теорияда отырғаннан кейін, сюжеттің жаңағы неде басқаша ақ көреді. Сондықтан біздің мақсатымыз, мен ойлаймын, қазіргі таңда қоян қолтық істесек, ортақ шешім шығарсақ, и мынау әл-ауқатын елдің көтеру жұмыстары дұрыстала ма деген, сондай біз жұмысты қазір бастап жұмыс істеп жатырмыз. Жақсы, тікелей сұрақ қояйыншы, ұлттық компания ретінде, мемлекеттік компания ретінде Қазақстан темір жолының қазіргі келешегі бар ма, жоқ па? Әлде тарап кететін жақын арада компания ма? Ондай әңгіме бар ғой. Негізі байқаңыздар, мысалы, жаңағы жан-жаққа жолаушы тасымалы бөлек, басқа жүк тасымалы бөлек деген сияқты. Мысалы, көрші РЖД деген бар, Российские железные дороги. Оларда жүк тасымалда плюс қаржы тауып жатыр. Жолаушы тасымалдауды бөлек алып, ол да өзінің қаржысын тауып, өзіне игеріп жатыр. А бізде қарызға кіріп отыр. Бізде жүк тасымалда қарызда, анау дотация тұтқан жаңағы жолаушы тасымалда қарызда. Мен түсінбейтінім, мен енді өзім логистиканың маманымын ғой. Жүк тасымалдаймын, автомобильмен жүк тасымалдаймын. Компанияңыз бар сондай? Компания бар, қатысым бар. Ол компания, мысалы, осы жерден алады да, Ресейден жүк алады, Өзбекстаннан жүк алады, Европадан жүк алады, қайтып келеді, қайтып барады. Соның бәрін жоспарлап отырмыз. А менде бірнеше мың конкурентім бар. Сол жүк тасымалда. Оның ішінде тек қана Қазақстанда емес, оның ішінде жаңағы Ресейдікі, Қырғыздікі, Өзбектікі, Тәжіктікі, Прибалтика мемлекеттері және Европа. Олар бір-бірімен жаңағы түркі бар, басқасы бар. Сол менің конкуренттерім. Тек қана біздің отандық емес. А мына кісілерде бірде-бір конкурент жоқ. Монополистер. Монополист. По идее, ол монополист қазір бізге мынау не то что қарыз. Ол қайта үлкен жаңағы дивидендтер беру керек. Қанша рет өзінің жарағын жаңалатуға мүмкіндігі болды. А бірақ қарап отырсаң, постоянно жаңағы ұлттық қордан болмаса бюджеттен ақша алып жатады, арзан пайызбен, бірақ мынаяқтан тауып отырады. Менің түсінбейтінім, мына министріміз бар ғой, транспорт министрі, Қарабаев. Жүк тасымалда автомобильмен ана орыс пен белоруспен мен енді кішкене не алдым ғой, неге біздің қазақтың жүгін 100%-ның 70%-ның қазақ компаниясы тасымайды, неге оны орыс пен белорустың компаниялары тасиды деймін ғой. Сөйтсем бұны әдейі істеп қойдық, өйткені тасымалдайтын товардың құны ана азаматқа қатты қымбат болып кетуі мүмкін, тек қана қазақтың компаниясы тасса деп. Сөйтіп қарадық. Ал енді үлесін қараңыз. 7 миллион тонна тасимыз автомобиль көлігімен бір жылда. КТЖ 300 миллион тасиды. Сөйтеді, біздер шығып, мынаның тарифі көтеріп кетпесін, өйткені ана азаматтарға ол көтеріп кетсе қымбаттап кетеді отыр ғой. Сөйтеді, темір жолдың тарифін көтеру туралы ұсынысты береді. Өзі арқалап жүреді. Сөзсіз ғой. Түсінбейсің де. Сөзсіз бай, двойной стандарт дейді. Мысалы, көлікпен тасымалдаған азаматқа сенікін, қазақтікін тек қана қазақ тасымау керек, орыс тасу керек, белорус тасу керек, өйткені тасыватқан жүгінің бағасы көтеріп кетуі мүмкін дейді. Ал енді 40 есе артық тасыватқан темір жол, тек қана монополист темір жол компаниясына тарифін қайтып көтеру керек, өйткені анау жаңа не аламай отыр дейді. Ол не тасиды? Темір жол. Ол бензин тасиды ма, дизель отын тасиды ма, астығын тасиды ма, ұнын тасиды ма, металдың бәрін тасиды. Бәрін сол тасиды. Оның тарифі көтерілген сайын не болады? Ана құны да көтеріле береді. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Сонда менің жаңағы кейбір кезде мынау жаңа сіз министрлерді айтып отырсыз ғой, қаншалықты деп та, біздің министрлер талантты. Сөзге келгенде талантты. Айтады. Мына бұрыс нәрсені дұрыс қояды,
дұрыс қояды, бәрі жағынан келтіріп қояды, бірақ соның бәрін қарап отырып тыңдап отырасың да, енді кәсіби жақтан келгеннен кейін ана кемшілігін көріп отырасың. Кейбір профандар жаңағы кейбір азаматтар, кейбір қатардағы азаматтар мынау кәсіпке хабары жоқ азаматтар, мысалы мен медицина бойынша мені алдап кетуге болады. Ал енді мені транспорт бойынша, логистика бойынша, құрылыс бойынша, ауыл шаруашылығы бойынша, тағы да басқа бір-екі салалар бойынша алдай алмайсың. Сондықтан мен көріп отырамын да, мына 7 миллион тасып отқан тарифін көтерткізбеймін. Көтеріп кетуі мүмкін дейді, бірақ ол жерде рыночный какой тариф. Мына КТЖ-нікін ешқандай не жоқ, оныкі тек қана көтеріп тұрады, бірақ оның үлесі 40 есе көп мынадан. Сөз ба? Сондықтан мен ойлаймын, ол негізі дұрыс емес. Дұрыс емес, сондықтан менің жаңағы КТЖ-ға, егер КТЖ-да көбірек жекеменшік компания болса, конкурентный среда болса, кешегі мынау ырықтандыру деген указға мемлекет басшысы 8 мамырда қол қойды ғой. Сол ырықтандыру кезінде сондай бір осы КТЖ бойынша да сұрақтарды көтеруге болады. Қаншалықты? Өйткені бәрі мойнына өзі мініп алған, отырып алған. Кірген жері минус, кіреді да алады да мынаны содержаниеға. Кімдер үлкен пайда көріп отыр осы КТЖ-ның мемлекет тапсырыстарынан, жеке бастарына, қандай кәсіпкерлер? Мен енді мынау тура айта алмаймын. Мынау кәсіпкер көріп жатыр деп, сіздікі мынау кішкене сұрағыңыз енді жауап беретін. Жоқ, енді сіздер зерттейсіздер ғой. Жоқ, зерттеп жатырмыз ғой. Біздің мақсатымыз бұл жоспарының, бұл шешімдерінің, істеп жатқан жұмыстардың тиімділігі. Жақсы. Біз көріп отырмыз тиімділік төмен. Қысқасы, егер дұрыстап қарасақ, Қазақстан темір жолының компания ретінде келешегі бар деп жатырсыз ғой, егерде. Келешегі, егер менеджмент дейді ғой, сол дұрыс болса, жаңағындай мәселе болмаса, тек қана біздің балдардікі дұрыс, қалғандардікі бұрыс деп отыратын болса, онда ол мекеме осы қалғанның шүйінші қалған мемлекеттің мойнында сол жаңа қарыздың астында қарызда қалған. Кеше сол үкімет басшысы болған, кейін мынау аудитор палатаның төрағасы болған өзі айтты ғой. Мынау преддефолтным состояниеде, дұрыс па? Дефолтным состояние, дұрыс па? Сол сияқты ғой. Толық қосыламын ол кісіге. Енді отандық өнім болсын, тек отандық өнімді сатып алайық, қазақстандық өндірушілерді қолдайық деп жиі айтасыз. Соның біріне жақында қол жеткізген екенсіздер. Мынау жеміс, соның ішінде алманың импортына үкімет тыйым салды. Сіз 5 жыл бойы осымен күрестім деп айттыңыз ғой. Енді ашық логикалық сұрақ туындайды. Болатбек Нәжімеденович айтып еді, бұған өзімнің бизнесімді қорғау үшін емес, елдің мәселесі үшін келдім мәжіліске деп. Ал енді келіп алма импортына тыйым салды, енді өзінің алмасын гектар сататын болды. Бұл жерде тікелей мүдделер қақтығысы болып тұр. Елдегі ең үлкен бақ кімде десе, Болатбек Нәжімеденович те, оңтүстікте мүмкін. Осы жерде бизнесіңізді қорғап жатудың көрінісі емес пе деген сауал ғой. Оны кеңдей қарау керек. Негізі, ол мен қуанып отырмын осы үкіметтің сондай шешім қабылдағанына. Біріншіден ол шешім 31 желтоқсанға дейін. Қысқа мерзімге. Қысқа мерзімге, ол алдымызда көріп тұрсыз, 31 желтоқсан ертең келіп қалады. Бүгінгі таңда біздің шаруашылықтар, алма шаруашылығына айналысып жатқандар, бүгінгі таңда оны жинап жатыр. Дұрыс қой? Жинап жатқан кезде оның сақтайтыны, оның жаңағы переработка дейді, өңдеу жөнінде, сосын тасымалдау бойынша өте көп бау-бақшалар ондай жоқ жағдай жоқ. Сосын көбісі жылдан жылға мен көріп отырмын, сол бауында қалып кетіп отыр. Кейбіреуі қардың астында қалып кетіп отыр. Мысалы бізде алма шаруашылығында, мысалы оңтүстікте ол Түлкібас ауданы, Ленгір, Төле би ауданы, Сайрам ауданы, сосын тағы осындай, сосын Қазығұрт ауданы, Сарыағаш аудандары барды. Солардың бәрі кезінде кластер болған осы алманың. Алмадан өнімді оның бәрі білесіздер кезінде, кеңес кезінде. Сондай тур жағдай көбінесе ең үлкен бізде алманы өндіретін орын ол Алматы облысы және Жамбыл облысы. Былай байқап барсаңыздар, соның бәрі түгел осы сезон кезінде басқа жақтан кіріп кетеді. Мына Ираннан кіреді, Қытайдан кіреді, Польшадан кіреді, ананың бағасын түсіріп тастайды. Біздің қазақтың осы өндіретін, өнім шығаратын бау шаруашылығындағы жағдайлар болмай, ана сатылмайды да, сол жерде шіріп кетеді. Мемлекет тарапынан қаншама осы соңғы 10 жылда өте үлкен преференциялар пайда болды. Маңырас, бір бау-бақшаның 40%-ын дейін алдында 25% тұғын, алдында 15% тұғын. 40%-на дейін 1 гектар бау ексең, шыққан шығының 40%-ын қайтарып береді. 40%-ын сөз, сіз 1 миллиард жаратсаңыз, 4 миллион мемлекет қайттан қайтарып береді. Бірақ 1 миллиард жаратқанға не жаратасың? Ол көшетке. Ол тамшылатып суару жүйесі. Тағы да басқа оған керек нәрселерді, мысалы 40%-ын. Енді 40%-ын берді ғой. Сен аяғынан көтеріліп ал, осы бау-бақшаны соғасын ба деген үмітпен берді ақшаны, қаржыны, оған азаматтар кірді. Сосын мен соғайын осыны. Қандай жағдай жасайсың ары қарай?
саған ашып береміз, мына жерде сауда нүктелерін ашып береміз, мына жерде сатып береміз. Сөйтті де оған еще тағы да қосымша несие берді, жеңілдетілген. 4%, 5%, 6, 8, түсінесіз ғой, Иә. сөйтті де шекараның бәрін ашып тастады. Біз либо өсуіміз керек, жаңа жеңілдіктерді жасамауымыз керек. Ал жасадың ба, сырттан келетін тауардың, жаңағы мен Қытай, Өзбекстан, Беларусь деп айтып отырмын ғой. Сырттан келетін тауар емес па? Соларға протекция жасап кіргізбеу керек. Ана аяқтан тұрып алғанша. Нарық қой. Нарық, жоқ, аяқтан тұрып алғанша. Мысалы біз қаншама нәрселерді жауып жатырмыз. Мысалы бидайды кеше жаптық оның алдында. Не үшін жапты? Қалай ойлайсыз? Елде аналар тұрып қалмасын деп. Вот, енді тағы бір мысал келтіретін нәрсе, мысалы менің өзімнің тікелей жаңағы сіз айтқан сұрақта туындайды, болады өзінің істеп отырып та. Мысалы мен бау шаруашылығын соққанда басында тек қана сіз өзіңіз басында болдыңыз, Абай мырза, мен тек қана сол бау шаруашылығын соққан жоқпын. Қойманы соқтым, қойманы көрдіңіз. Сонда өнімді Сақтау, өңдеу, сол мәселесін бәрін шешіп тастадым. экожүйе ретінде. Экожүйе ретінде. Бүгін таңда мен шығаратын, мен бастаған алма шаруашылығы қазіргі таңда алмасының едәуір көлемін сақтауға қойып отырмыз. Сақтап жатырмыз. Ол қойманың бәрін түгел біз ашамыз ақпан айынан бастап. Жаңағы 31-ші желтоқсан дедім ғой, жауып тастаған. Иә. Ана ашылады ғой, ақпан қаңтар айынан бастап жаңағы жабылған мемлекеттер емес, сояқтан қайтып келеді. Өйткені біздің жаңағы далада қалатын алманың көлемі жоқ болады ғой. Уже шіритін шіріп кетеді, сатылатын сатып кетеді. Сол кезде бізде дефицит болмас үшін жаңағы нәрсені ашу керек. Оған біз жаңағы ограничение қойып жатқан жоқпыз. Ал енді солармен тайталасатын біз сияқты жаңағы мен қорған компаниялар сол ақпаннан бастап тайталасады. Ішкі нарықта өзіміздің елімізде, өзіміздің нарықта біз жаңағы Польшаның, Иранның, Қытайдың немесе де келіп алмаларына біз тайталасамыз. Тағы бір мысал айтайын мен сізге. Мысал көптеген мен байқасам, мындай қызықты айтайын мен сізге. Былтыр алманың өнімі өте күрт төмен түсіп кетті. Өйткені былтырғы қысқа түсіп қалды, қатты қысқа өте жаңағы суық қыс болды, 25-27 градусқа дейін кейбір талдар 100 мыңдап, миллиондап өліп қалды. Тамырына жетіп. Екіншіден замырыс дейді. Бір ана сәуір айында перепад болып, ауа райы тағы да біраз гүлдеген талдар өліп қалды. Енді статистика қарап отырсаңыз, биыл былтыр жылдың несі өнімі ғой. Биыл біз экспортты былтыр жылмен салыстырғанда одан кем артық болмаса кем жүрмеппіз. Ол өліп қалса, алма аз болса, қаяқтан шықты ол экспорт? Қалай ойлайсыз? Жоқ қой алма. Қалай біз оны экспортқа шығарамыз, егер жоқ алма бізде былтыр урожай болса? Мен байқап отырмын, жаңа Польшадан кіреді бізге, сөйтеді қазақты дейді қайтып шығып кетеді. Кім істейді құжатты? Бұл жерде 3 құжат бар. Біреу жаңа салық электрондық құжат фактура, біреу СТКЗ атамекеннің білетіні, үшінші ол фитосанитарный инспекцияның біздің фитоса кеше мен ана өзім жолдауымда айттым ғой. Кешегі неде депутаттық сауалымда айттым ғой. Үшіншісі ол не? Фитосанитарлық сертификат. Мына жерде мынаның шығарған өнімі деп. Тағы да айтайын. Алма жоқ, бірақ алманың экспорты биыл. Былтыр жоқ қой. Алдыңғы жылмен салыстырғанда көп та. Мен айтамын, қаяқтан келді ол алма? Түсінесіз ғой да. Алма келеді бізге. Этикетсін ауыстырады да, қазақты дейді да шығарып жібереді. Мен сондай жағдайды ұстап алдым осыдан бірнеше жыл бұрын. Импорттайды, соны қайтып экспорттайды ма? Экспорттайды, өйткені біз енді анау ИАЭК деген не бар ғой, бізде одақ бар ғой. Одақта 5 мемлекет. 5 мемлекеттің арасында бір-біріміздің тауарымызды ала береміз, ешқандай жаңағы кеден салмағы жоқ, басқа да салмақтар жоқ. Дұрыс па? Пошлина жоқ. Ал енді бізге келеді да, жаңағыдай нәрсе алады да, сонымен біздің тауар жаңағы Россияға кіріп кетеді. Қазақстандық болып. Оған ешқандай не қылмайды. Сол сияқты Ираннан бізге, мысалы Өзбекстан мен Қазақстан арасында не жоқ? Пошлина жоқ. Кеден салығы. Дұрыс па? Ал бізге мен қалай көрдім, Иранның алмасы Өзбекстан келеді да, Өзбекстанда жаңағы Өзбекстан дейді да, бізге Қазақстан кіріп келеді. Ешқандай пошлина. А бірақ Ираннан келетінде пошлина бар. Түсінесіз ғой. Сондықтан біздің қазіргі ограничение бұл 5 мемлекетке қатысы жоқ. Мысалы Ресей бізге әкеледі, біз оларға апараламыз, Қырғызстан бізге әкеледі, біз оларға апараламыз. Сол сияқты бұл тек қана сол одаққа кірмейтін мемлекеттің арасындағы ограничение. И және менің мақсатым мынау мемлекет тарапынан алған көмекті ол қайтару керек қой. Салық есебінде, несие есебінде, и өзінің әл-ауқатын көтеру керек қой. Соған істелінген осы іс-шара. Осы іс-шарамен мен 5 жыл болды, шынымен дұрыс айтасыз.
5 жыл болды осымен күресіп жатқаныма, осыған жеткенімізге. Ал енді бұл бізге ішкі нарықтағы жүрген біздің азаматтардың бұл бір керемет көмегі, сол кереметті пайдаланса, жаңағы бүгін мысалы 10 тал ексе, 10 талдан өніп отса, ол ертең ананы көреді да, 10 талдан шыққан өнім саттым ғой, осынша пайда таптым ғой, тағы 10 тал егеді. Түсінесіз бе? 10 ағашым, жеміс талын егеді. Сол сияқты біз көбейтуіміз керек. Ол көбейту үшін бізге стимул, мотив керек. Стимул керек, стимул осы мына мемлекет тарапынан істелетін нетарифный мера дейді. Нетарифный мера дейді, ол ақша емес, просто протекция қылып жабасады. Мысалы, бізде сіз байқайсыз, ірі қара малды шығармаймыз. Либо аяқтан кіргізбейміз. Бұл сол бір амалдың біреуі. Былай ғой, басқа теріс, басқа ой бар да, егер мынау отандық өнім басын көтере алмаса, мен жеке басымды ойлайтын болсам, маған ол жақсы. Мен ғана қаламын да. Ананың жағдайын жасамайтын. Сіз құламайсыз бәрібір. Құламаймын. Өйткені мен аналар қазақстандық өндірушілер төмен түскен сайын, менің деңгейім көтеріле береді. Вот мен жеке өзімнің мақсатым болатын болса да, ол жаңағы неғып қырып қалмайды деп отыра беретін болсам, сонда түсінесіз ғой. Ал бұл жерде мақсатым менің әріптестерім де көтерілсе екен, мен де жаңағы өнім алса екен, қаржы тапса екен деген мақсат. Енді жаңағы бюджетке, өзімізде бюджет кіріс болсын деп айтып жатырсыз. Кеше Тоқаев жолдауында келетін болсақ, ашық сын айтты. Неге бізде бюджетте кіріс жоқ? Шығыс көп, қордың ақшасын оң солды шашып жатырмыз деп. Бюджетке шынымен де табыс өте аз түсіп жатыр ма? Бұл қайда апарады? Негізі мына бізде арнайы министрлік болған, инфрақұрылым министрлігі, жаңа алдында фамилиясын айттық қой. Қазір Шарлапаев, ол министрліктің несі. Солардың мәліметінде, есіңізде болса, былтыр жолдауда мемлекет басшысы бізде 56-57% отандық өнімнің үлесі деді, біз сол үлесті 60%-ға жеткізуіміз керек деді. Сосын мен оның бәрін кім беріп отыр, мәліметтің бәрін? Оның бәрін беріп отыр, мемлекет басшысына, үкімет беріп отыр, мемлекет басшысына, министрлік беріп отыр. А бірақ мен сізге жаңа айтып бердім ғой, дәрі-дәрмек бойынша, төсек бойынша, тағы да басқа мәселелер, мысалдар көп та. Бәрі отандық дейді, бірақ біз отандық емес, басқа жақта неғып отырмыз ғой. Жарылқап отырмыз. Ал енді біздің жаңағы регулируемый закупки дейді. Регулируемый закупки деген ол госзакупки. Ол жаңағы не? Қазмұнайгаз, жаңағы бүкіл жаңағы темірмен, жаңағы қазбағайлықтармен айналысып жатқандардың бәрі түгел, осының бәрін түгел бақылап отыр. Мемлекетте арнайы бағдарлама бар. Сол жерде әрқайсысына тіреп қойған, тапсырма беріп қойған. Оның ішінде жаңағы КТЖ-ңыз бар. Мына жерде отандық өнімнің үлесі көп болу керек деп. Түсінесіз ғой? Ал енді сол отандық өнімді алып жатырмыз деп беріп отыр ғой. Бірақ отандық өнім емес, астында белорустікі, қытайдікі, өзбектікі тауарлар келіп отыр ғой. Соның бәрін біздікі береді, мәліметтің бәрін. Бұл қазақстандық деп. Ана біздегі анализ сайтының статистика жасап отқан азамат, жоспар құрып отқан азаматтар соған қарап отырып, осыншама үлес кірсе, осыншама триллионнан, осыншама триллион қазақстандық болса, одан қайттан бізге неге келіп келеді? Салық есебінде, әлеуметтік салық есебінде қайттан кіріс болу керек дейді ғой. Ол жоқ қой. Сондықтан соған жоспарлап отқан нәрсе бізде анау келіп жатқан кіріспен, жоспарлап отқан кіріспен, келіп жатқан кірістің екеуінің деңгейі екі түрлі болып тұр. Өйткені біздің анау экономистер санап отқандар биыл осыншама біз шығыс қылуымыз керек, ендігі жылы одан бізге осыншама кіріс болу керек дейді. Мен ойлаймын, сол осы дұрыс емес статистиканың арқасында, дұрыс емес осы қойылған жоспарларға байланысты біздің кірістің көлемі төмен күрт түсіп кеткен содан. Амал жоқ, осындай жағдайда жарататын жаңа ұлттық қордан қазір алынып жатыр қаржы. Ол бір жағынан әлеуметтік біздің өзінің мемлекет басшысының, үкіметінің қойған өздерінің міндеті бар. Әлеуметтік жағында ол ішінде ол жаңағы бала-шаға, зейнеткерлер, тағы да басқа өте көптеген мәселелер бар. Оның ішінде мектебіңіз, емханаңыз бар, оның бәрін орындау керек. Халық өсіп отыр ғой. Өсу үшін оның бәріне жаңа шығыс, жаңа оның бәрін істеп беру керек. Оның ішінде инфрақұрылымыңыз бар. Жолыңыз бар, газыңыз бар, кәрізіңіз бар, электр қуаты бар. Сол сияқты осының бәрін істеу керек. Осының бәріне шығыс шығару керек. Вот осындай мақсатпен бізде қорға қазір алып жатқанымыз. Бірақ енді жоспарлау негізінде мен ойлаймын, осындай бір кішкене дұрыс емес есептердің себебі де бар деп ойлаймын.
Түсінікті. Енді Тоқаевтың осы жолдауына қайта оралсақ, АЭС құрылысына байланысты референдум өтетіні нақты болды, күнін бекітті. Атом электр станциясы қызу дайындық басталып та кеткен. Осыған қатысты түрлі сала мамандары өздерінің пікірлерін білдіріп жатты, бірақ менің байқағаным бойынша депутаттар қатты араласа қойған жоқ. Мүмкін демалыстармен сәйкес келді ме дегенмен де аса белсенділікті байқамадық. Бірнешеуі ғана қоғамдық талқылауларға қатысып сөз сөйлегендерін білемін, кімдер екендігін. Бірақ жаппай мәжілісмендер араласты дей алмаймыз, мүмкін енді кірісетін шығар. Нақты позицияларыңызды айқындап алдыңыздар ма? Мысалға, барлық депутаттар қолдайды, немесе мен білмеймін, басқасын өзім қолдаймын деген сияқты. Егер байқасаңыз, әлеуметтік желіде мен өзім ойымды жаздыңыз, бәрібір де емес бірақ. Бұл керек жағдай деп, өйткені бұл керек болса, бұл бұрын шешу керек еді, бұрын соғу керек дегендей жағдаймен жаздым. Былай қарасаңыз, көбісі айтады, мынау зиян деп та. Осы атомдық электр қуатын осы бізде болған, өйткені үйтіп болады, бүйтіп болады дейді. Байқасаңыз, кезінде автомобильде болмаған, самолетте болмаған. Автомобиль болған кезде ойбай, мынау ең апасы нәрсе, адам басып кетеді, үйтіп кетеді деп. Ал енді ол ары ғасырда шыққан нәрсе ғой. Бүгінгі ғасырда қазір автомобильдердің датауы жаңағы қойып қойған тетіктері бар. Кетқан адамға келіп тоқтап қалады. Тіреп қалса да барам басып кетпейді, зардап шекпейді. Сол сияқты самолеттерде сондай жағдай жасап қойған. Егер жаңа адамдардың кейбір көзқарастары енді атомдық электр станциясын соқпа дейтіндерге ше, оларға айтып онда көлікпен жүргенді қойыңдар. Самолетпен ұшқанды тоқтатын шығады. Жоқ, құлайды, авария жасайды, үйтеді бүйтеді деп, мысалы да сол сияқты. Егер байқасаңыз, ана картаға қарасаңыз, қай жерде атом электр станциялары көп? Европада көп, Қытайда көп, Японияда көп, жаңағы Оңтүстік Кореяда көп, и Америкада көп. Соңыз қой, дамыған елдерде. Әптен олар ұратын бастарын жартасқа әптен ұрып біткен. Әптен көрген, жаңағы минусында, қателіктерінде, несінде. Ал енді мен ойлаймын, біздің осы шешім қабылданып жатса, ертең референдумда толыққанды қолдау жасалып жатса, бізге соңғы технологиямен шешілген осы бізге атом станциясы құрылады деп отырмыз. Бізде бәр жағдай бар. Мен өзім Созақ ауданының азаматым, Оңтүстік Қазақстан облысында. Созақ ауданы ол не? Ең уранның осы дүние жүзінде ең көп шығаратын кәсіпорындар сол жерде. Міне, отырмын алдыңызда, денем сап-сау, сол жерде сол уранды жердің астынан суырып отыр. Оның қаупі өндіруі көп, қаупі көп, чем ана АЭС-ті соғып қойып, станцияны соғып қойып, оны бақылағаннан көреді. Түсінесіз ғой, өйткені оны шығарады, оны өңдейді, оны тасымалдайды, оны ана мемлекеттен мына мемлекетке тасиды. Түсінесіз бе? Қаншама алгоритм, қаншама жаңағы логистика істеп қойған. Соның бәрін түсінесіз ғой, оны темір жолмен тасиды. Түсінесіз ғой, сосын жаңа біз денсаулық сақтау саласын көрдік. Бізде бірде-бір денсаулық сақтау саласы жоқ, ол жерде жаңағы файнд ететін қаншама оборудование бар. Қаншама жаңағы өзің білесіз, Bosch деген бар, Siemens деген бар, солардың аппараттары тұр. ЭКГ дейді, одан тағы да өте көптеген аппараттар. Соның бәрін біздің өзіміздің мамандар, денсаулық сақтау мамандар сонымен күніге жұмыс істеп отыр. Оның бәрі түгел файнд етеді, оның бәрін жақсылап деңгейі бар азаматтар қарап отырса, ештеңе де зияндығы жоқ. Бірақ олардың зияны ана атом станциясынан артық. Бірақ соның бәрін біздің адамдар, мамандар соны бақылап отыр. Енді тағы да айтып отырмын ғой, әптен бүкіл дүние жүзі тиетін, ол жердегі мамандары тиетін басы жартасқа әптен тиіп отқан азаматтардың қаншама қателіктер шығарып, осы дұрыс болады, осы ең жаңағы қауіпсіздік деп отқан технологияны бізге әкелгені бүгін таңда. Мен ойлаймын, бұның ешқандай зияны елге жоқ. Наоборот, керісінше алатын болсақ, оның өте бізге тиімді, өйткені бүгін таңда бізде мынау оңтүстікте әсіресе электр қуатының дефициті өте жылдан жылға ұлғайып бара жатыр. Бүгін таңда да. Сосын өзіңіз көріп отырсыз, кеше мына көрші елдің президенті Моңғолия барып келді, Моңғолияда біреуін асамыз деп отыр. Өзбек мемлекеті біреуін ашамыз деп отыр. Қайбір жеткеннен асамыз деп отыр. Қайбір не, сонда олардың жаңа деңгейі біздің қазақ азаматтарының деңгейінен төмен ба немене? Или өзінің қауіпсіздігін ойламай ма? Оларда да маман азаматтар бар. Оларда да жаңағы алдын ала жаңағы анализ жасап, бәрін шешім қабылдап, осындай соғамыз деп отыр. Ол қаяқтың технологиясы. Қандай келеді, қандай жергілікті жерге оны жасау болады. Сол сияқты шешім қабылдап отыр. Біз
әлі өзіміздің жаңағы менің өзім жеке ойым, да, референдум сынақ шығаратын мәселе. Дауыс бермей ақ осыны шешім қабылдайтын нәрсе. Өйткені біз қаншама мың жолдар соғып жатырмыз. Темір жолын соғып жатырмыз, әкеліп жатырмыз, самолеттер ұшырып жатырмыз, самолеттің қаланың үстінен отырғызып, қаланың үстіне шығарып. Олардың бәріне онда референдум жасайық. Мына жерге аэропорт соқпайық, өйткені үстімізден самолет ұшады деп. Мысалы, мына жерден темір жол түсейік, өйткені мына жерде темір жол өтіп кетсе, ана машина қалып кетеді деп. Болмаса мына машина, мына жолды жаңартпайық, өйткені мысалы менде қызық болды, мен оңтүстік Қазақстан облысында әкімнің орынбасары жұмыс істедім ғой. Асфальт саламыз. Шалдар айтады, мына асфальтқа бізге лежачий полицейский қойып берші дейді. Бала шағамыз ананы қатты жүріп жатыр, өйткені сапасы дұрыс болды ғой. Сонысы ғой, мен айтамын ғой, ана жерде өзі ескерту қағаз тұр. Мына елді мекен ішінде 60-тан асыруға болмайды. Бірақ ана қатты жүріп қойды. Енді ол өзіңіздің бала шағаңызға өзіңіз ие болмасаңыз енді не істейміз енді? Дұрыс па? Қойып беріп жаттық. Бірақ анау жаңа бала шаға рөлге отыру үшін бірінші оқыту керек. Куәлік сатып алмау керек. Жол апатын кеше мемлекет басшысы тағайтып кетті. Дұрыс па, дұрыс емес па? Сол сияқты да бізде жол апатынан өлімнің саны едәуір көп мемлекетімізде. Неге сол жағына біз ақиламаймыз? Неге біз АЭС-ке келгенде ақилап қаламыз? АЭС-ті былай қарайтын болсаңыз, ол жол апатынан қаупі өте төмен. Өте төменнің төмені. Мысалы, тағы да айтып отырмын ғой, шоғырланған нағыз 1 шаршы километрге шоғырланған халықтың шоғырланған жерлер мына Европа, Япония, Оңтүстік Корея, Қытайда су жердің бәріне тола жаңағы атом станциясы. Сонда олар немене ақымақ па? Өздері сондай қойып отқан. Ол жердің бәріне түгел, бұл жерде ғалым солардың жиегінде сопровождение жүріп жатқан мәселелер бұл. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бізге керек. Одан шыққан электр қуаты арзан болады. Оны жаңағы жалған, қымбат болады деген. Өйткені жылдан жылға сосын бір электростанцияның өмірі бір адамның өмірімен 60 жыл. 60 жыл дейді, бірақ ол 60 жылдан ары созыла береді. Өйткені агрегаттар ауысады. Түсінесіз ғой да? Ол сол күйі қалып кетпейді. Ертең оны утилизация жасамайды ешкім. Мен көріп отырмын, 60 жылдан асып кеткен бар ондай да. Түсінесіз ғой, ешқандай ештеңе де жоқ. Оның жауап шашасы. Мысалы, бізде мысалы Boeing 737 деген самолет бар. Білесіз бе қай жылы шыққан? 50-ші жылдар шыққан. Әлі ұшып жүр. Тек қана ішіндегі заттарын ауыстырады. Сол қанат, сол фюзеляж. Ал оның қасында конкуренцияға екеуі бірге шыққан Ту-134 деген болады. Ту-134 деген. И Boeing. Ана Ту-134 ары қарай дамымағаннан кейін ол қалып кетті да, мынау әлі самолет сол ұшып жүр. Түсінесіз бе? Сол қаңғасы тұр, ішіндегі құрал жабдықтарын ауыстырады. Сол сияқты мен ойлаймын, бұл 60 емес, бұл өте бізде бірнеше ғасыр. Референдум керек емес еді, дегенмен халықтың бір бөлігі қарсы болғаннан кейін өткізуге мәжбүр болып отыр ма? Әлде негізі менің ойым тағы айтып отырмын ғой, референдумның менің ойым, жеке ойым да, ол шешім қабылдай беру керек еді. Бірақ енді менен қарағанда енді жоғарыда отырған азаматтардың көзі басқаша анализ жасап отыр, не отыр? Референдумды сол жасаймыз деп отыр. Халықтың үнін тыңдаймыз деп отыр. Онда тыңдап көрейік, өзіміз қатысамыз, өзіміз дауыс береміз. Сондай ғой. Мен мысалы жеке өзім дауыс беремін соның соғылуына. Мен тағы да айтамын, бұл станцияны біз биыл емес, 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын бастап соғуымыз керек. Референдум өткізетін болса, егер де осы қатысып отырған 4 мемлекеттен Ресей ұтса, онда біздің ол елге тәуелсіздігіміз артады деген қауіп те бар. Жалпы біздің Ресеймен байланысымыздан өзіңіз қандай келешек күтесіз? Бұған байланысты әңгімелер өте көп қой. Мен енді қысқаша айтатын болсам, жалған тұжырым. Ресейдің Росатом деген өнеркәсіп үлкен несі бар, мекемесі бар. Бүкіл елде, бүкіл дүние жүзінде басқа елдермен конкуренциямен шығып, Африкада да соқсам дейді, Турцияда да соқсам дейді, жаңа кеше Моңғолия, Өзбекстанда соқсам дейді, айлық тендерге қатысып отыр. Дұрыс па, дұрыс емес па? Иә. Ал енді егер бізге сондай жағдай, біз көрдік па, чтобы ана жаңағы Ресей мемлекетінің жаңа Росатоммен соғылған мемлекет анаған тәуелді болып шантажға тұтып қалған. Олар Ресеймен көрші отырған жоқ қой біз сияқты. Енді былай ғой, егер бізбен ол атом станциясы Ресеймен соғылатын болса, егер біз оны бізге жаңағы бір шантаж жасайтын болса да, басқа мемлекеттер айтпаймын, онда керек не бұндай станцияны дейді. Ол сонда немене, бір Қазақстан бір станцияға қарап, бүкіл Росатом дүние жүзінде репутациясын түсіріп алды да басқа жер алмай қойды ғой, сен ана Қазақстаннан не соғасың деп. Сондықтан бұл жерде кәсіпкерлік және экономика бірінші орында саясаттан қарағанда. Өйткені саясаттың деңгейі бұл жерде өте төмен, бұл жерде экономикамен
пайда табу, сату, өзің өнімін өткізу, өзінің жаңағы құрылысын жүргізу. Бұл жерде тек қана бұл кәсіпкерлік мақсатында сол пайда тапсақ дейді. Бұл жерде шантаж жасау жоқ, мынау өзіне тәуелді қылу деген мақсат жоқ. Ондай мақсат мен көріп отқан жоқпын. Бұл жерде ашық, мен ойлаймын, тендер болады, ашық конкурс болады. Қатысам деген бұл жаңағы оңтүстік Корея қатысуы мүмкін, Қытай қатысуы мүмкін, рекордсмен Франция бар қатысатын, Америкаң бар, Ресейің бар. Түсінесіз ғой? Солардың бәрі қатысса, мен ашық болса, сол кім қандай не береді, ұсыныс береді, қанша уақытта, бағасына қанша. Егер соның бәрі істейтін болса, соның ішіндегі ыңғайлы, елге ыңғайлы бір компания алу керек та, соны сол керек. Біз соған құрамыз керек. Неше түрлі бағалар шығып отыр. Ресейдің бағасы осыншама, Францияның бағасы осыншама, жаңағы оңтүстік Кореяның осыншама, Қытайдың осыншама дегенде, менен біздің мамандар оның бәрін жақсылап бақылап, ішіндегі сұраптап, дұрысын бізге жетсек деген ойым бар. Енді атом электр станциясынан тақырыбынан кететін болсақ, Тоқаевтың жолдауын кеше қарап отырып, мынадай бір қызық цитатасын естідік, оқыдық. Көп азаматтар мән бермейді кеткен шығар. Мынадай бір сөз айтқан. Ылғи да кейін қайырылып өткенмен өмір сүруге бұрынғы жүйеден немесе саяси тұлғалардан кінә іздей беруге болмайды деп. Бұл жерде біз бірден онда Назарбаев пен оның айналасындағыларды меңзеп тұр. Онда Назарбаевты Тоқаев толығымен кешірейік деп айтқан болуы ықтимал деген оймен. Осылай болды ма? Негізі сол жаңағы қуғын сүргін ғой енді бұл жерде. Сондай жасамайық деген деп ойлап отырсыз ғой. Дұрыс па? Кешірейік, немесе қуғын сүргін жасамайық, білмеймін ғой. Мысалы енді, менің ойым былайда, біз бәріміз аспаннан түскен жоқпыз бұл елге. Сол бірінші президенттің дәуірі емес, оның алдындағы дәуірде мен мысалы дүниеге келген азаматпын. Мен келгенде Брежнев бар еді. Одан кейінгі мемлекет басшылары бар еді, одан да Қазақстанда осындай не қылғанда. Мен әр деңгейді көрдім. Ал енді оған жаңағы кешегі елдің азаматы, кешегі саясат құрылымен жүрді үйтетін болса, бізде бүкіл бәрін көшіру керек Қазақстан азаматы. Өйткені бәріміз сол жерде өмір сүрдік қой. Бәріміз сол өмірге рахметімізді айтып келдік. Ал енді бір күнде бәрін түгел теріс айналдырып, кінәлі қыла қою болмайды. Сосын әр кінәнің өзінің астында мынау не дейді, доказательство дейді ғой, солдай болу керек. Біріншіден. Екіншіден, қазір көріп отырсыздар, сол саяси нәрсені пайдаланып, өзіміздің кейбір азаматтарға мен ойлаймын, мемлекет басшысы сигнал беріп отыр. Қуғын сүргінге сұратпаңдар, елді сақтап қалайық, бейбітшілік болсын. Сосын соны сылтау қылып біраз азаматтар қуғын сүргінге салмаңдар деп сондай не отыр. Біздің экономиканы қажырмау керек. Өйткені былай қарасаңыз, ертең бұл президентіміз де ауысады ғой ертең. Дұрыс па? Иә. Тағы сайлау болады, одан кейін тағы сайлау болады, дұрыс па? Ал енді бүгінгі қабылдатқан шешімдерді ендігі болмаса арғы одан кейінгі президент ауыстырып отырса, ана сырттағы көзден келіп тұрған инвесторлар, ішкі инвесторлар ақша самайды ғой, қаржы самайды, фабрика завод соқпайды, жұмыс орнын таппайды, кіріс болмайды, біздің деңгейіміз төмен түсіп кетеді. Сондықтан біз ана баяғы 17 жылдың несіне кетіп қаламыз. Қуғын сүргіннің көкесі сол кезде басталады. Сондықтан айтып отқанына мен қосыламын. Бұл мәселені абайлап, бұл мәселені ішіндегі дұрыстарын алып қалып, дұрыс еместердің бәрін уже қазір бүгінгі таңда реформалардың біразын жасап тастады ғой, жайлап істеп жатыр ғой. А бірақ біз шошытпауымыз керек елді. Мысалы қараңыз, бүгінгі таңда отырған ел деген сіз кәсіпкерлерді, олигархтарды айтып тұрсыз ғой, жаңа елде бизнес жасап. Былай енді қазір олигархтар дейік. Мен мысалы олигарх емеспін. Емессіз ба? Емеспіз. Сіздің билікке қандай да бір ықпалыңыз бар ғой, бақылайтын салаңыз бар. Менің ықпалым мынау мәжіліс төрінде, ол енді ашық көзді, мен егер өзімнің мүддемді қорғайтын болсам, ана жерде маған айтады, мынау сен дұрыс емес, сосын шешім қабылдайтын мен емеспін. Шешім қабылдайтын көпшілікпен қол көтереміз. Ал енді барып, мынау мен өсіп шешем дейтін, онда менің... Жақсы, ары қарай кеттік. Енді олигархтар шошындырайық, тартып алайық. Кімге береміз? Ол олигархтың, болмаса бай азаматтың, кәсіпкердің, оның жобалары бар. Бүгінгі, биылғы жылғы 3 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, дұрыс па? Дамытам, көбейтем, өнімнің мысалы мынандай істеймін, мынандай істеймін дегенде, қазір оның бәрін тоқтатсаң, біріншіден анау ақша самайды, қашады елден. Өзінің несін кім береді? Қалай ойлайсыз? Қытайға болмаса Ресейдің азаматын сатып кетеді. Сондай ғой. А Ресейдің азаматы мен Қытайдың азаматына тиісе аласың ба? Оған тиісе алмайсың. Олар шетелден келген инвесторлар ғой, дұрыс па? Ақша салады. Ал енді сол десейді, шетелден келіп ана инвестор салғаннан кейін, ол ақшасын қайтып алғанша, 10 есе қайтып алғанша жұмыс істейді, сорады елден. Менің ойым байларға тимеу керек.
бай адамдарға. Кәсіби осындай завод соған, фабрика соған азаматтар тимеу керек. Өйткені ол кірістің көзі. Жұмыссыздықтың жауы, жұмыссыздықтың жауы. Өнім шығарып отса, тәуелдіктен не алу. Жаңағы сіз өзіңіз алдында сұрақ қойдыңыз ғой, неге біздің кірісіміз азайып, шығысымыз көбейіп барады деп. Кірістің азайғаны елдегі жаңағы шаруашылықтың төмендеген деген сөз. Қаншама құйып жатыр соңғы мынау 15 жылда ГПФИР 1, ГПФИР 2 деген қаншама завод соқтық қой. Самолет заводын соқтық па? Вертолет заводын соқтық дұрыс па? Планшет соқтық. Қақ олардың бәрі. Мына Қызылорда, ол әңгімені білеміз. Қызылорда әйнек заводын соқтық қой. Дұрыс ма? Олар ұсталып кетті. Жоқ, ұсталып кеткенде қазіргі Қызылорда заводы ал енді соққан бүгінгі таңдағы несіне деңгейіне жетті ме? Біз әлі тоқмақтан неден Қырғыздан әйнек аламыз, Ресейден әйнек аламыз. Неге? Өйткені әлі тәуелдіміз. Әлі дамаймыз. Қысқасы, олигархтарға тимеу керек. Жоқ, тимегенде, егер ол дұрыс істеп жатса, жұмыс істеп жатса. Мен ойымда даже олигархтар ішінде, ол олигархтар аспаннан түскен жоқ, олар да осы елден көтерілген азаматтар ғой, егер біреудің туысқандарын естемейтін болсаң. Олар да елден көтерілген азаматтар. Жақсы, ал туысқандарын айтайық. Жақсы, сіз айтып отырсыз, Қайрат Боранбаевты босаттық, кәсіпкер елді дамытсын деген ойлар болған шығар. Ақшасын қайтарып берді, мысалы үшін. Қайрат клубын дамытсын, спортты дамытсын, өнеркәсіп орындарын дамытсын. Ал Қайрат Сатыбалдының түрмеден босатып жіберуіне, мысалы үшін, оның елдің бір кәсіпкерлік саласын соншалықты пайдасы бар ма еді, шығарып алып жұмыс істейтіндей? Мен енді ол кісінің қаншалықты кәсіпкерлікке қатысы барын білмедім. Ондай айтылмаймыз ғой. Мысалы үшін Боранбаев сияқты, немесе Құлбаев сияқты соншалықты үлкен кәсібі бар деп. Енді сіз сияқты, мен де сіз сияқты осы мынау жаңалықтарды оқып біліп отырмын ғой. Қандай кәсібі бар, қандай мекемеде жаңағы долясы бар деп та мысалы да. Оларда бәрі кәсіп істеп жатқан жұмыстар ғой. Мысалы Қазақтелекомда бар деді. Ол қайтарып берді. Қайтарып берді. Анадан берді. Енді бұл жерде бізде арнайы органдарға барып сөйлей бересіз дегенмен депутатсыз ғой. Жоқ, құқық қорғау органдары бар. Және бізде тағы бір ненің мына биліктің біреуі соттың шешімі бар, дұрыс па? Мен соттың шешіміне сен және бұл әшейін сот емес, ол күшінен келген соттың шешімі бар. Менің ойым сол соттың шешіміне жүгіну керек, біріншіден. Екіншіден, егер оны шығарып жатса, егер ол өзінің жаңағы қайтаратын нәрселерін бәрін қайтарып беріп, мына экономиканың жұмысына ары қарай жұмыс етіп жатса, онда оның тұрған не бар? Хорошо, мен сізге бір мысал келтірейін. Дегенмен сіз сотқа итеріп қоя алмайсыз ғой. Депутат ретінде әділетті Қазақстанды орнатуға сіз де үлес қосатын азаматтардың бірісіз. Мен сізге бір нәрсені айтайын. Айтыңыз. Мен бір күні бас прокуратураға, қазір айтайын сізге қай жылы келдім? 2016 ма, 2014-те кірдім, 2015-те. Бір службаның басының алдында отырып, мынау түрме бойынша жауап беретін. Күніге оған қағаз келіп тұрады, осыншама түрмеде азамат бар, осыншама не бар, кіріп отыр, осынша. Сөйтіп оқыдым, сонда бір 45 мың азамат түрмеде отыр. Справкада, иә? Справкада. Оның ішінде ауыр қылмыс жасағандар бар, орташа қылмыс жасағандар бар, и оның ішінде жаңағы мемлекеттік қызмет істеп жатқан жұмыс адам бар. Мошенниктер бар, жаңағы хищение дейді, взятка дейді, дұрыс па, дұрыс емес па? Менің көзқарасым былай. Ана азаматтардың бәрін қамады, шығынын бәрін өтеткізді, апарып түрмеге отырдық. Біз оны асырап отырмыз. Неге асырауымыз керек? Қалай ойлайсыз? Анау жаңағы мемлекеттік қызметте жүріп қылмыс жасады да үкімет үкім шықты соттың. Мына осыншама жыл түрмеде отырады ғой, отырып шыққаннан кейін осыншама жыл ол мемлекеттік қызметке қайтып келмеу керек деп. Дұрыс па, сондай оқып жатасыз ғой, иә? Ал енді оның үйінде бала шағасы қалды. Әйелі бар, туысқандары бар, болмаса күйеуі бар. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Олардың бәрі не істейді? Анау жалғыз сол ауылдың асыраушысы и жанында қаншама адам. Мен ойлаймын, бұлардың бәрінше бұл жағдай жасап, ал енді жыл сайын, ай сайын мемлекет соларды асырауға, киімін жууға, үттеуге, тамағын беруге, жаңағы ыстық суы бар, жаңағы электр қуаты бар, күзеті бар, соның бәрін қаншама үйіп төгіп, біз тағы да оны асырауымыз керек. Ол қылмыскерді. Абай. Сондай ғой. Менің ойым айтсам, сол үшін мен сорда тұрып айттым. Мына азаматтардың біразын менің ойымша амнистия жасап, шығарып, мемлекеттік қызметке жолама, госзаказға жолама, анаған жолама, бірақ ана асыраушысың ғой. Сол ана жағдайын жаса. Қызыңның андай жағдайға кіріп кетпес үшін, баланың хулиган болмас үшін, қылмыскер болмас үшін, соған бақылап, дұрыс тәрбие беріп, аман-есен шығарып, сол өзің бар, өзіңнің бұрынғы көршілерің бар, солардың бәрін жағдай жасайтын, сондай жағдай жасаса екен деп сөйтіп айтқам. Сондықтан мен ойлаймын, оны біз түрмеде ұстап отырмыз. Не аламыз? Түрмеде шірітеміз ол кісіні?
шықсын, пайдасын тигізсін елге, қоғамға. Сондықтан біз ойлаймыз, кешірімді болу керек деп сол. Егер дүниесін қайтарып беріп жатса, бәрін мойындап жатса, істеймін деп жатса, мен тек қана ол кісі емес, Қайрат Сатыбалды өтсіз ғой, басқаларын да шығарармын. Менің ойым. Барып үйіне барсын, үйінің жаңағы асыраушысы ретінде үйін деңгейін көтерсін. Сіз білесіз, әкесі жоқ семья бала-шаға қайда барады? Көбінесе далаға кетіп қалады. Ұрынады. Біреуі жеңілдікпен кетіп қалады қызы, біреудің қолында кетеді. Дұрыс па? Баласы анаша шегіп кетеді, болмаса тағы бір қылмысқа кіріп кетеді, болмаса мынау басқа жолға кіріп кетеді. Ал енді әкесі тұрса, мынау болмайды, мынау болмайды, бақылап отырады. Біліміне бақылап отырады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жағына да қарау керек. Мен Қайрат Сатыбалдыларды тек қана Қайрат Сатыбалды емес, басқаларды да біраз осындай келісім келіп жатса шығарып жіберемін. Біреу емес, 100 емес, 1000. Өйткені бізде қаншама азаматтар жатыр. Басында миы бар. Егер сен адам өлтіріп жатсаң, егер сен майық қылып жатсаң бір жерінде, мынау өзі бөлінеді қылмыстың түрде, общеуголовное преступление, там экономические должностные преступления деп те, мысалы қызметі. Онда экономикалық қылмыс жемқорлықпен айналысқандарға жеңілдік көбейеді. Жеңілдік емес. Дегенмен сіз логикаңызды түсіндім. Жоқ, ондай емес. Айту керек. Сен жасадың ба, осыншама нәрсені төлейсің сен бірінші. Төлейсің. Сосын шығасың да, мына жерде отырып, өзіңнің кәсібін істейсің, мемлекеттік қызметке жоламайсың, тендер жоламайсың, конкурс жоламайсың, мынандай деп, сондай ограничение қойып қою керек. Менің ойым. Қысқасы жаппай шығару емес, дегенмен логикаңызды түсіндім. Елге пайдасы тигізетін жағын. Ел емес, өзінің кіші отанын көтерсе болды. Неге оның кіші отанын мемлекет көтеру керек? Және тәуекел бар ғой, ертең ол бала-шаға қаяқ кетеді. Сосын біз оны неге еще тағы асырауымыз керек? Мемлекеттік есебінен. Түсінесіз ғой жаңағы қылмыскерді. Сондықтан біз менің басқа бір жолын табу керек та, мүмкіндік беру керек. Сол өзінің ауылында огород ексін, мал бақсын. Дұрыс па? Өзінің семьясын асырасын. Міне, пожалуйста. Осындай жағдай жасаса. Түсінікті. Қазақстанның қоғамында да, билігінде де ешқандай фобия жоқ, болған емес, қазір де, болашақта да болмайды деп Тоқаев тағы да айтқан ғой кеше. Енді сіз айтыңызшы, әңгімеміздің аяғына қарай, қорқыныш емес, Қазақстанға дәл қазір төніп тұрған қандай нақты қауіптер бар? Біздің өзіміздің ұлт дәстүріміз бар. Ұлт дәстүрімізге кішкене сырттан келетін, басы жақтан келетін баяғы миссионерлер дейді ғой баяғыда, есіңіздер ме? Иә. Дервиштер дейді, миссионерлер. Сондайлардың несі кейбір кезде біздің жаңағы өзіміздің қоғамымызға кішкене теріс ұғымды жеткізуге тырысады. Теріс қимыл әрекеттерді жұмсады. Біз содан, мен ойлаймын, бірінші сол жақтан бізде қауіп деп ойлаймын. Біздің ұлттығымызды, дәстүрлігімізді аман-есен сақтап қалуымыз керек. Қазақ елі деген өте керемет ел ғой. Басқа елдерден салыстырғанда, көршілерден қарағанда біздің артықшылығымыз. Мен көріп отырамын. Мен мына біздің елімізді басқа елге ауыстырмаймын. Қаншама мен қыспақта өттім. Менде бір жағдай болды, 2000 жылы кетіп қаламын деген сондай нәрсе болды. Сонда әкемнің айтқаны бар. Балам кетпе, өз елінде жүру керек, өз елінде өсу керек, өну керек, өз елінде кету керек депті. Мен сол кезде 2000 жылы мына Австралияда материк бар ғой, Австралия деген. Сонда 100 қазақ семьясы бар екен, 101-ші боламын, мал егемін, мал бағамын. Мал асыраймын, малды 101-ші боламын дейсіз ба? 101-ші боламын деп сөйтіп. Енді оқыдым енді. 100 қазақ семьясы бар екен. 101-ші болайын, соған кетейін дедім де, сондай бел буғам. Сол кезде қатты бір қысылған жағдай болды. Сол кезде әкемнің алып қалғаны бар. Содан бері сол әлі есімде 24 жыл болды ғой енді. Сол кезде әкем марқұм айтып еді. Сол енді сол ұғыммен, сол кісінің айтқан ақылымен бүгін таңда біздің мақсатымыз осы отандығымызды, кіші отандығымызды сақтап қалсақ, үлкен отанымызды сақтап қаламыз. Бірақ басқа елдің теріс ойын, теріс дәстүрін әкелуге болмайды. Біз көріп отырмыз, ол елдердің қандай болып отқанын. Діни мәселені айтып отырсыз ғой? Ол жағы тағы бар. Біз көріп отырмыз ғой, ол мемлекеттердің бір дамып кетіп жатқанын. Өзіміздің қазақтың өзінің керемет дәстүрлері бар. Сол дәстүрлерді ұстап отырсақ, еліміз көтеріле береді, еліміз дами береді. Негізі көшпенді еліміз ғой, ешкімге бой бермеген. Осыншама елді сақтап қалған, осы елді сақтап қалатын жұмыста жүргізу керек. Дұрыс айтып отыр, фобия деген нәрсе болмау керек. Біз өзіміздің бағытымызда жүргізу керек. Сыртта жүрген теріс пиғылды адамдар, жаңағы президент айтпақшы, қоғамдық пікірге ықпал еткісі келетін, Әблязовтан басқа кім бар сырттан бізге ықпал еткісі келетін, шетелде жүрген қазақтардан? Байқайсыз ба, олар кімдер? Бұрынғы жаңағы олигархтар, бұрынғы үлкен жаңағы қаржыға ие отырып отырған. Оларды алып та сол неден астаудан алып тастады. Биліктен алып тастады. Сөз қой. Жеп отырған жерінен. Иә, жеп отырған жерінен. Кеше мысалы мен бір-екі посттарды көріп тұрам, бұрынғы вице-министр болған, анау болған, мынау болған, солар жаңағы не отырды. Анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, анау дұрыс. Мен айтамын, хорошо, дұрыс емес. Енді дұрыс жолын айтсайшы, қалай шығамыз? Сіздер сол бағдарламалардың бәрін жаздыңыздар ғой сол кезде.
сіздер автор болдыңыздар. Мысалы ауыл шаруашылық бойынша сен осы жаңа бір кісі бар, қайта жаңағы жаза беретін ауыл шаруашылық бойынша да. Айтады, ұсынбайды, ұсынған нәрсесінің бәрі воздух, ауа, әшейін. Мен көрдім, мен талай ол кісілермен оппонент еттім. Батыл дейді ғой, оппонент еттім. Сөздің бәрі түгел, ана жаңағы комитеттен шықпаған сөз. Жерде отырмаған, сөйтеді да менің істеп жатқан жұмысыма, менің егіп жатқан бауыма, бақшама ақыл беріп отырады. Мен айтамын да, мына жерде менің бау бақшамда қазақтың болмаса Кеңес одағының бір шығарған шешімі бар ма? Ғылыми. Сол сияқты жақсы айтқан шетелде жүрген азаматтардың бәрі түгел, сол астаудан айылып қалған, биліктен айылып қалған, сосын аламай жүрген өштері бар. Соны жаңағы жұртты қозғап, кезінде тапқан кішкене абыройы бар, сол жергілікті жерде өздерінде, сол жаңағы құтыртып отырады. Құтыртып отыратын ондайларды тыңдамау керек біріншіден. Екіншіден, егер провокация болса, іс қозғап, оларға баға беру керек. Ол енді қайта-қайта елді дүрліктіретін, бұл енді кішкентай жер емес қой, үлкен ел ғой. Дұрыс па, қазақ елі. Оны дүрліктіретін, оның жаңағы өзінің бейбітшілігіне, өміріне қатер келіп жатса, оларға шара көру керек деп ойлаймын. Ал енді мынау Әблиястан бөлек қанша мен білмедім, кім бар екен, кім жоқ екен. Түсінікті. Болатбек Нәжімеддинұлы келіп ашық пікір білдіргеніңізге рахмет. Енді мынау мәжілістегі осы сессиядағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Тауыңыз шағылмасын. Ешқандай аяқтан шалуға қарамай жұмыс істей беріңіз деп айтқымыз келеді. Каналға жазылыңыз, бізбен бірге болыңыз. Ал бізге киім ұсынған Осман дүкеніне тағы да алғысымызды білдіреміз. Ол туралы ақпарат осы YouTube каналдың астында жазылып тұр. Амандықта, саулықта жүздесейік.